Барселона Чемпиондар лигасында жеңіліске бірнеше минут қана қалғанда тұрған еді. Бірақ дәл сол ең маңызды сәтте тағы да Ламин Ямаль сахнаға шығып, командасын құтқарып қалды. Алайда бұл матч жауаптан гөрі сұрақты көп қалдырды. Неге Барселонаның шабуылы соншалықты әлсіз көрінді? Неге Роберт Левандовски ойыннан жиі тыс қалып жатыр? Және клуб шынымен поляк шабуылшысынан кейінгі өмірге дайындала бастады ма? Сонымен қатар тағы бір қызық әңгіме пайда болды. Хулиан Альварестің есімі Барселонамен жиі байланыстырылып жүр. Бірақ клуб жаңа шабуылшы үшін үлкен ақша төлеуге дайын ба? Бұл видеода біз Ньюкаслға қарсы матчта не болғанын, Левандовскийдің болашағы неге тағы да сұрақ астында қалғанын, және Барселона шынымен жаңа шабуыл көшбасшысын іздеп жатыр ма? Соны талдаймыз. Достар, жайғасып отырыңыздар, біз бастаймыз. Чемпиондар лигасының ширек финалының алғашқы матчында Барселона Англиядан маңызды тең нәтижемен оралды. Команда Ньюкаслмен бір есебімен тең ойнады. Матчтың сипаты мен алаң иелерінің қысымын ескерсек, бұл нәтижені өте құнды деп айтуға болады. Ойын өте ауыр әрі физикалық тұрғыдан шаршататын болды. Ньюкасл жоғары қарқынмен ойнап үнемі қысым жасап отырды. Соның салдарынан каталондықтар матчтың көп бөлігін қорғаныста өткізуге мәжбүр болды. Осындай жағдайда Барселона қорғаныста айтарлықтай тұрақтылық көрсеткенімен, шабуылда үлкен қиындықтарға тап болды. Команда ұзақ уақыт бойы өз ойынның ырғағын таба алмады және қауіпті сәттер жасай алмады. Әсіресе шабуылдағы негізгі ойыншылардың мәселелері анық байқалды. Роберт Левандовски мен Рафиня бұл матчта өз деңгейінде ойнай алмады және алдыңғы шепте. Командаға айтарлықтай көмектесе алмады. Екінші таймның ортасында поляк шабуылшысы тамаша мүмкіндікті пайдалана алмады. Бұл жағдай Барселонаның гол соғатын сәттерді жасау қаншалықты қиын болып жатқанын тағы бір рет көрсетті. Матчтың соңына қарай жағдай одан әрі күрделене түсті. 86 минутта ойынның шешуші сәттерінің бірі болды. Қорғаушы Рональд Араухо өз позициясына кеш оралды. Соның нәтижесінде Харви Барнс қақпашымен бетпе-бет шығып, мүмкіндігін сәтті пайдаланды. Бұл қателік команданың қорғаныс құрылымына үлкен соққы болды және көптеген сын пікірлерге себеп болды. Сонымен қатар кадрлық жағдайда қиын болды. Барселонаның құрамы жарақаттар мен ойыншылардың шаршауына байланысты әлсіреген еді. Ханс Дитер Флик кейбір жас ойыншыларды жоспардан ертерек ауыстыруға мәжбүр болды. Бұл да команданың шабуылдағы тиімділігіне әсер етті. Дегенмен каталондықтардың ішінде осы қиын матчта өзін жақсы қырынан көрсете алған ойыншылар да болды. Педри өте сабырлы, сенімді ойын көрсетті. Ол үнемі команданың шабуылын ұйымдастыруға тырысты, ал матчтың басты қаһарманы Ламин Ямаль болды. Шешуші сәтке дейін оның ойыны аса жарқын көрінбеген еді, бірақ ең маңызды эпизодта ол суыққанды әрекет етті. Қосымша уақытта Дани Ольмоға қарсы жасалған ереже бұзушылықтан кейін төреші пенальти белгіледі. Сол сәтте Ямаль доптың қасына келіп, пенальтиді сенімді орындап, есепті теңестірді және Барселонаны жеңілістен құтқарып қалды. Матчтан кейін Ханси Фликтің тактикалық шешімдері де қызу талқыланды. Әсіресе Левандовскийдің кеш ауыстырылуы және Рафиняның шабуылдағы сәтсіз күресіне қарамастан алаңда ұзақ қалуы сұрақтар туғызды. Сонымен қатар кейбір эпизодтарда қорғаныс шебінің орналасуы да әлсіз көрінді. Барлық қиындықтарға қарамастан 1-1 есебі Барселона үшін жаман нәтиже емес. Ньюкаслдың қысымын және құрамдағы қиындықтарды ескерсек, каталондықтар келесі кезеңге өту мүмкіндігін сақтап қалды. Енді бұл қарсыласудың тағдыры Камп Ноудағы қарымта матчта шешіледі. Сол ойында Барселона шабуылдағы ойынын айтарлықтай жақсартуы керек. Команда сырт алаңда көрсеткен қорғаныстағы тұрақтылықты сақтай отырып, алдыңғы шепте әлдеқайда қауіпті болуы тиіс. Енді Ханси Фликке ойын барысын мұқият талдап, тактикалық және кадрлық мәселелерді түзету міндеті тұр. Өйткені дәл осы кемшіліктердің кесірінен команда үшін келесі кезеңге өту үлкен қауіпті айналуы мүмкін. Қазір жанкүйерлер үшін басты қорытынды анық. Барселона жеңіліске бір қадам ғана қалғанда тұрған еді. Бірақ команданың мінезі мен Ламин Ямальдың суыққанды әрекеті каталондықтарға нәтижені құтқарып қалуға және Чемпиондар лигасындағы осы қарсыласудағы интриганы сақтап қалуға мүмкіндік берді. Достар, сіздер бұл туралы не ойлайсыздар? Өз пікірлеріңізді міндетті түрде комментарийде жазыңыздар. Сонымен қатар бұл видеоны лайк басып, арнаға жазылу арқылы қолдауды ұмытпаңыздар. Үлкен рахмет.
Ал біз жалғастырамыз. Роберт Левандовскийдің Барселонадағы болашағы маусымның соңына жақындаған сайын клуб айналасындағы ең көп талқыланатын тақырыптардың біріне айналып отыр. Польша шабуылшысының келісімшарты осы маусым аяқталғаннан кейін аяқталады. Сондықтан оның болашағы жайлы сұрақтар көбейіп келеді. Клубтағы президенттік сайлаудың жақындауы бұл тақырыптың одан әрі өзекті болуына себеп болды. Барселонаның президенті Жоан Лапорта ашық түрде Левандовскийдің келісімшартын ұзартқысы келетінін, және оны командада кем дегенде тағы бір маусымға қалдырғысы келетінін айтты. Бір сұхбатында Лапорта поляк шабуылшысының клубқа қосқан үлесін жоғары бағалайтынын атап өтті. Оның айтуынша, Левандовский Барселона үшін қиын кезеңде клубқа келуге шешім қабылдады. Президенттің сөзінше, Левандовский Бавариядан Барселонаға ауысқан кезде клуб қаржылық тұрғыдан күрделі жағдайды бастан кешіріп жатқан еді. Соған қарамастан, шабуылшы клубқа адалдығын көрсетіп, осы трансферге келісім берді. Лапорта сондай-ақ Левандовскийдің үлкен талант иесі екенін және әлі де жоғары нәтижелілігін көрсетіп жүргенін айтты. Оның пікірінше, поляк шабуылшысы әлі де маңызды голдар соғып, командаға көмектесе алатын ойыншы. Президент сонымен қатар Левандовскийдің Барселонадағы өмірге толық бейімделгенін атап өтті. Ол клубта да, қалада да өзін жайлы сезінеді және әрқашан кәсібилікпен ашықтық танытады. Бұдан бөлек, Лапорта Левандовскийге Сауд Арабиясынан өте тартымды ұсыныстар түсіп жатқанын. Көпшілік Хулиан Альваресті Атлетико Мадрид клубының аргентиналық шабуылшысы ретінде Барселона шабуылында Роберт Левандовскийдің мүмкін мұрагері ретінде қарастырып келген еді. Алайда Жоан Лапорта бұл әңгіменің қызуын біршама басқандай болды. Бір сұхбатында Барселона президенті аргентиналық шабуылшыны трансферлеу қазіргі уақытта өте қиын екенін ашық айтты. Лапорта Альваресті өте мықты футболшы деп санайтынын және оның ойын стилі Барселонаның жүйесіне сәйкес келуі мүмкін екенін мойындады. Бірақ сонымен бірге клуб ешқандай ойыншыны кез келген бағамен сатып алуды жоспарламайтынын да атап өтті. Президенттің айтуынша, мұндай трансфер тек клуб үшін ақылға қонымды қаржылық шарттарда ғана жүзеге асуы мүмкін. Ол футболшының өзі ең алдымен Барселонаға ауысуға нақты ниет білдіруі керек екенін айтты. Сонымен қатар, трансфердің экономикалық жағынан да тиімді болуы маңызды. Лапорта қазіргі талаптар бойынша мұндай келісім Барселона үшін тым қиын екенін ашық жеткізді. Басқаша айтқанда, шабуылшының трансферлік бағасына байланысты қаржылық талаптар каталондық клуб үшін бұл мәмілені жүзеге асыруды күрделендіріп отыр. Соңғы айларда Альварес есімі Барселонамен жиі байланыстырылып жүрді. Әсіресе команданың шабуыл шебін болашақта жаңарту туралы әңгімелер кезінде ол негізгі кандидаттардың бірі ретінде қарастырылды. Кейбір сарапшылар оны ұзақ мерзімді перспективада Левандовскийдің мұрагері болуы мүмкін ойыншы деп есептеді. Тіпті аргентиналық бұқаралық ақпарат құралдарында футболшы 2026 жылға әлем чемпионатынан кейін Камп Ноуға ауысуы мүмкін деген ақпараттар да тараған еді. Алайда ойыншыға жақын дереккөздердің айтуынша, қазіргі уақытта тараптар арасында ешқандай нақты келіссөздер жүргізілмеген. Сонымен қатар, осы маусымда Альварестің Атлетикодағы ойыны әрқашан тұрақты бола бермеді. Бұл да оның ықтимал трансфері туралы әңгімелердің азаюына әсер етті. Осы жағдай аясында Лапорта тағы да Роберт Левандовскийдің маңызын атап өтті. Президент поляк шабуылшысы 2022 жылы клубқа келгеннен бері команда үшін маңызды рөл атқарып келе жатқанын еске салды. Ол футболшының кәсібилігін, командаға қосқан үлесін және Барселонадағы өмірге тез бейімделгенін ерекше атап өтті. Президенттің айтуынша, клуб Левандовскийдің қиын қаржылық кезеңде Барселона жобасына қосылуға келісім бергенін өте жоғары бағалайды. Сондықтан поляк шабуылшысымен келісім шартты ұзарту клуб ішінде шабуыл шебіне қатысты ең маңызды мәселелердің бірі ретінде қарастырылып отыр. Сонымен қатар, президент болашақта командаға тағы бір орталық шабуылшы келуі мүмкін екенін де жоққа шығармады. Алайда трансферлік стратегия бойынша нақты шешімдер кейінірек қабылданады. Лапорта бұл мәселеде көп нәрсе клубтағы президенттік сайлаудың нәтижесіне байланысты екенін айтты. Егер қазіргі басшылық өз жұмысын жалғастырса, спорт директоры Деку қызметінде қалып, қазірден бастап дайындалып жатқан трансферлік жоспарларды толық жүзеге асыра алады. Сондықтан жаңа шабуылшыны сатып алу мәселесі әлі де ашық күйінде қалып отыр. Барселона трансфер нарығын зерттеуді жалғастырып, өздерінің қаржылық мүмкіндіктерін бағалап жатыр.
Алайда клуб экономикалық тепе-теңдікке зиян келтіруі мүмкін келісімдерге баруды жоспарлап отырған жоқ. Бұл сұрақтардың нақты жауабын бәлкім алдағы бірнеше ай ішінде білетін боламыз. Пікірлерде жазыңыздар. Барселонаға жазда Роберт Левандовскийдің орнына жаңа шабуылшы қажет пе? Әлде ол командада тағы бір маусым қалуы керек пе? Егер видео ұнаса, лайк басып қолдаңыздар және футбол жаңалықтар мен талдауларын жіберіп алмау үшін арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымда кездескенше